еркектердің сұмдық екен, осыларды шығару керек екен, әдемі еркектер. Ал ортада біздің екі жасты дүниеге алып келген кісілер. Сөздің басын әрине қыз бергенін Құдадан бастаймыз. Қыз беру оңай емес. Жүректен жұлып алған жауқазындай болады. Аялап әлпештеп өсіріп, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, оқытып, шоқытып, қолымызға табыстап отыр. Ата-ананың арманы қыздың бағы жанғаны, өздеріне лайықты елге келін болғаны дейді. Қолымызға құсын қондырып отырған, төрге шығып хан атанып отырған Жамбыл Құдаға аямай шапалақ ұрып қойсаңыздар ағайындар, тойда қыласың Құдеке. Рахмет Құдеке, біз өз еркектер онша сөзге жоқпыз ғой енді. Әңгіменің бәрі Құдағида жатыр, Құдай қаласа. Тал бесігін тербетіп, тар құрсағын кеңейтіп, тас емшегін жібітіп, 9 ай 9 күн толғатып, біз үшін арнайы келінді дүниеге алып келген Римма Құдағиға қалай шапалақ ұрмайсыздар ағайындар, тойда қыласыңдар. Құдағи, жаңағы сөзіңізді ұнады, күшті айттыңыз. Не дедіңіз? Көйлегі таза болсын, қарны тоқ болсын дедіңіз бе? Тура сол сөзіңізді менің әйелімнің WhatsApp-ына да жазып жібересіз бе? Құдағи, рас қой, әйелдердің құлағын алдыңыз сырға. Ендігі сөздің кезегі, бүгін келін алып, ене атанып атқан Айман жешеме қалай шапалақ ұрмайсыздар ағайындар? Келін алып құлпырып кетіпті, я? Тфай-тфай, жасарып құлпырып кетті. Мен бағана айттым ғой, қазақта сөз бар. Келін жақсы болса, ене құлпырат, ал ене жақсы болса, келін құтырат дейді қазақта. Келін жақсы болса, қаншасыншы келін сізде? Тұңғыш келін ба? Мына келініңіз таңғы сағат 6-да тұра алатын келін болсын. Абысындардың арасында достойно жүре алатын келін болсын. Бір жаққа барса, біздің Мадинеден сұранатын келін болсын. Сіздің екі қолыңызды пенсияға шығаратын келін болсын. Главное, тату болыңыздаршы. Ене мен келін тату болу керек та. Сол кезде өмір күшті болады. Мысалы, менің де әйелім мен мамам бар ғой. Менің әйелім мен мамам өте тату. Екеуі вообще ұрыспайды. Бір ұрысса тоқтамайды. Еще ұрысатта бірге жүреді ғой екеуі. Өткенде әйелдердің тойы болды да, екеуі сұмдық болып кеткен, бір-бірінің шашын жасап сұмдық болып кеткен екеуі. Тойдан екеуі быт-шыт болып келді ғой. Тағы не үшін ұрысты екен деп отырсам, бұл жолы екеуі ұрыспапты. Просто екеуі тойдан толтырып алып шыққан пакеттерін таксиге қойып кеткен ғой. Екеуі бір апта қайғырды ғой, бір апта тамақ жемей таксист қарғап шықты екеуі. Сол айтпақшы, ене мен келіннің арасында сондай бір әзіл татулық болып жүре берсін деп шапалақ ұрып қойыңыздар жеңешеме. Тойда қыласыңдар. Рахмет жеңеше. Ендігі сөздің кезегі біздің Мәдидің атасы өлең аттан түс дейді. Сен менің бауырымсың тартқан алға, өзгелер мені сендей ұғалар ма? Қасыққанды бөле білген қиналғанда, бауырым тек мен үшін туған жанға дейді. Мәдидің туған бауыры Бойдақ Али сөйлесін, шапалақ ұрып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Али, шай-шаймен ғой, бірақ жешенің шайына мәз болып жүре бермей қатын алсын енді. Рас қой бұл? Жол ашылды ғой, жол ашылды. Екі құда ортаға шықсыншы, екі құда. Екі құда төс қағыспайынша құда боламайсыздар. Екі құда үш рет төс түйістірсін. Құдалықтың басы осы құдалар. Кәне, төк шіркін ай. Екі және үш. Болдық, еркектердің көп құшақтасқаны бір түрлі айналды. Бойдан әкеліп көріп тұрдым. Күші құлағынан ағылатын. Рахмет, айналайын. Екі құдағи ортаға. Екі құдағи төс қағыспай ақ қойыңыздар, екеуіңіз бет сүйісіп қойсаңыздар жетеді, кәнекей. Мәңгі бақи өсті құдағи болыпты. Екеуі бет сүйісіп атып, бір-бірінің көйлегіне қарап қойды. Қайсымыз күшті, екеуіміз де күшті. Рахмет, төртеуін бір суретке түсіріп ал, естелік болсын. Мен ортаға екі жасты шақырам, жас жұбайлар келіңіздер, неке сақинасын тағамыз.